Зейнетке шыққан ардагер Рэмбо шағын қаладан өтіп бара жатып, тек бір түстік жегісі келген еді. Бірақ жергілікті шериф Тизл оны қаңғыбас деп ойлап, қоқан-лоқы көрсетеді. Мына жамылғыдағы туды тағып алған түріңмен осылай жүрсең, осында проблема тауып аласың дейді ол. Тизл Рэмбоның ұстап жүрген пышағын тауып алады. Ашуға болығып, оны бірден тұтқындайды. Рэмбо ештеңе түсінбейді. Ол тек тамақ алғысы келген. Мен қандай заңды бұздым? Маған осы жерден бірдеңе алуға тыйым салатын заң бар ма дейді. Әлгісі болса, иә бар, ол заң мен дейді. Тизл оны полиция бөлімшесіне апарып, қаңғыбастық, жасырын қару алып жүру және тұтқындауға қарсыласу баптары бойынша айып тақпақ болады. Егер кінәлі деп танылса, Рэмбо 90 күн түрмеге қамалып, $250 айыппұл төлеуі мүмкін. Істі аға орынбасар Арт Голд қабылдайды. Ол пышақты ұстап, оның ұстарыдай өткір екенін байқайды. Голд аты жөнін сұрағанда, Рэмбо үндемей қояды. Егер әлек іздеп келсең, дұрыс жерге келдің дейді ол. Соғыс жарақаттары Рэмбоны аса сақ әрі бейтаныс ортаға сенімсіз етіп тастаған. Ол жертөлеге қарайтын кішкентай терезені байқап қалады. Бұл көрініс оған Вьетнам соғыс кезінде тұтқынға түскен сәттерін елестетеді. Қараңғы зындан, азаптау, қорлық. Жағдай ушыға түседі. Әлгісі болса, 3 секунд берем, әйтпесе жүзіңді жұлып тастаймын дейді. Рэмбо амалсыз бағынады. Бірақ Голд оны мазақ етеді. Өзің ұнап бара жатырсың маған дейді. Голд оның үндемей, саусақ таңбасын бергісі келмеген ашуланып, ызамен ақырады. Ол Рэмбоны ұстайтын бөлмеге сүйреп апарады. Рэмбо жейдесін шешкен сәтте бөлме тынышталып қалады. Оның денесі айуандықпен жасалған қорлықтан қалған тыртықтарға толы. Бұған не болған өзі дейді біреу. Бірақ Голд мүлде аяушылық танытпайды. Ол Рэмбоның қарсыласуына ашуланып, арқа тұсына резеңке таяқпен салып қалады. Кейін жоғарғы қысымды шлангын алып, Рэмбоны мұздай сумен атқылайды. Рэмбо есін жинай алмай тұрғанда, басқа офицер ұстара алып жақындайды. Сабын керек емес, ол шыдайды, жай ғана қыр дейді. Бұл сәт соңғы, ең ауыр естелікті қозғайды. Майданда денесін кесіп жатқан болат жүзі, ішіндегі бір нәрсе үзіледі. Кенеттен Рэмбо айғайға басып, бұғаудан босап шығады. Бірін қабырғаға лақтырып, бірін тепкілеп, үшіншісінің басын соғып, жалма-жан сұлатады. Бөлімше ішінде хаос басталады. Бірнеше минут ішінде ол 8 офицерді қатардан шығарып тастайды. Аласапыранды пайдаланып, Рэмбо пышағын алып, бөлімшеден қашып шығады. Көшеде бір жігіттің мотоциклін тартып мініп, қала сыртын қоршаған қалың орманға қарай жүгіреді. Жараланған, ашынған орынбасар оның артынан оқ атады. Бірақ Рэмбо көзден ғайып болды. Тизл барлық күшті жұмылдырып, кең көлемді іздеу бастауды бұйырады. Өзі көлікпен қуады, ал орынбасарлар қолдау шақыруға кетеді. Рэмбо мотоциклмен орманға тереңдей береді, бірақ қашып бара жатып құлап түседі. Тизл тау жолдарымен қуалап, өзі де апатқа ұшырайды да Рэмбоны көзден жоғалтып алады. Біттің, бұдан әрі кете алмайсың дейді ол. Көп ұзамай іздеушілер иттерді, мылтықтарды және тіпті тікұшақты әкеледі. Рэмбо тау ішінде ескі жүк көлігінің жанында жыртылған мата тауып алып, оны плаш қылып байлайды. Жартасқа тірелгенде артынан жақындап қалған топтан қашу үшін төмен түсе бастайды. Аға орынбасар Голд тікұшақтан еңкейіп, оған дәлдеп оқ атады. Қылмысы дәлелденбегеніне қарамастан ол Рэмбоны өлтірмек. Рэмбо өлімге бір қадам қалған сезіп, тәуекелге барады. Ол жартастан секіріп, төмендегі ұзын ағашқа құлайды. Бірақ қолын жарып алып, қатты жараланады. Голд оған қайта оқ жаудыра бастайды. Амалы таусылған Рэмбо тас алып, тікұшаққа лақтырады. Тас әйнекті сындырып, пилотты шошытады. Теңгерімін жоғалтқан Голд тікұшақтан құлап мерт болды. Рэмбо төменде жатқан Голдтың жансыз денесіне қарап, өкініш сезінеді. Иттердің үні жақындап келе жатқан естіп, тез қимылдауға мәжбүр болады. Ол Голдтың денесінен киімін шешіп алып, мылтығын және рациясын алады да, көзден таса бір жерге тығылып, жарасын тігуді бастайды. Сол вақытта жартастың үстінде тұрған офицерлер төмендегі Голдтың жансыз денесін байқайды. Дәл осы кезде Рэмбо қолын жоғары көтеріп, бәрі кездейсоқ болғанын түсіндіруге тырысады. Бір адам өлді. Бұл менің кінәм емес.
Бірақ Тизл тыңдауға дайын емес. Ол еш ойланбастан оқ жаудырып, Рэмбоны тағы да тауға қарай қашуға мәжбүр етеді. Полиция бөлімшесінде Рэмбоның әскери құжаты келеді. Джон Рэмбо Вьетнам соғысының ардагері, жасыл береттер жағасында қызмет еткен, құрмет медалінің иегері. Жас офицерлер таңырқайды. Бұл жай адам емес еді. Оны соғыстың өзі шындаған. Бұның бір түрлі екені бірден көрінді. Олар Рэмбо шын күресуге шешім қабылдаса, оған ешкім төтеп бере алмайтынын түсіне бастайды. Ал Тизл болса Рэмбо жалғыз, жаралы, әрі ең бастысы Голдтың өлімі кек қайтаруды талап етеді деп сенеді. Мен оны ұстаймын. Сол құрмет медалін бауырына қадап қоям дейді. Алайда орырман Рэмбоның аймағы Тизлдің тоқтамайтынын түсінген ол дайындала бастайды. Бұдақтармен үстін жасырып, пышақпен қазықтар жасап тұзақ орнатады. Тизл адамдарын қалың орманға бастап кіреді. Кенет ағаш арасынан бір көлеңке жылжиды. Олар иттердің бірін босатады, бірақ бірнеше оқ атылған соң иттің сыңсыған үні шығады. Ол көзден таса кетеді. Дереу оқ атылып, офицерлер жерге құлап жауап беруге тырысады, бірақ олардың нысанасы жалған қуыршақ болып шығады. Тизл отрядты алға итермелейді. Кенет орман ішін жан түршігерлік айғай жарып өтеді. Бір офицердің аяғына пышақ қадалған. Ал абыр-сабыр кезінде тағы бір офицер қателесіп, серігін жаралап қояды. 10 минут ішінде 4 офицер қатардан шығады. Командасы шашылып жатқан көрген Тизл үмітсіздене түседі. Сол сәтте ол да тосынсый шабуылға ұшырайды. Рэмбо оған соңғы ескерту жасап, орманға қайта сіңіп кетеді. Тизл өз-өзіне келген бойда ұлттық гвардияны шақырады. 200-ден астам сарбаз дереу жұмылдырылды. Жаңалық репортерлері де жетіп, Рэмбоны қатыгез өлтіруші етіп көрсетіп, жағдайды әсірелей бастайды. Ол бір орынбасар шерифті өлтіріп, тағы да 6 адамды өлтіруге тырысқан. Мемлекеттік полицияның командирі Дэйв келіп, операцияны өз қолына алуға тырысады. Маған юрисдикция жайлы сандырақ айтпа, түсіндің бе дейді. Бірақ Тизл қырсығып, Рэмбоны өзі ұстауға ниетті. Дэйв басқа офицердің Рэмбо тұтқында болғанда оны ұрып соғып, азаптаған біледі. Голд пен бірнеше офицер оны сәл қаттырақ ұстап қойыпты. Соған қарамастан Тизл көнбейді. Егер Голд шектен шыққан болса, заңмен шешілу керек дейді. Егер бәрі айтқандай болса, мен оны өзім ұстап алам дейді. Мен заңмын, солай болуға тиіс дейді. Бірақ оның ойынша Рэмбоның қандай себеппен де адам өлтіруге құқы жоқ. Тизл келесі қадамды жоспарлап жатқанда командалық шатырға жаңа тұлға кіреді. Полковник Сэм Траутман. Ол өзін ақш әскері тарапынан арнайы жіберілген Рэмбоның бұрынғы командирмін деп таныстырады. Тизл оған: Рэмбо енді әскери емес, бұл менің проблемам дейді. Ал Траутман сабырлы, тіпті мысқылдап сөйлейді. Тизлдің жағдайдың қаншалықты қауіпті екенін түсінбей тұрған айтады. Мен Рэмбоны сізден құтқаруға келген жоқпын. Мен сізді Рэмбодан құтқаруға келдім дейді. Траутман Вьетнамда Рэмбоны өзі жаттықтырған. Ол Рэмбоның кім екенін жақсы біледі. Тіршілік үшін күрестің шебері, партизан соғыс тактикасының маманы, құпия миссияларды жау ортасына жалғыз кіріп, нысандарды жойып жүрген кәсіби жасырын жауынгер дейді. Вьетнамда оның міндеті жауды жою болатын. Оның ішінде ең мықтысы Рэмбо. Траутман ескерткен: Рэмбоны әрі итере берсе, үлкен апатқа барады. Ол керісінше жағдайды бәсеңдетуді ұсынады. Ертең емес, 1-2 аптадан кейін оны Сиэтлден немесе көлік жуатын жерден тауып аласыз дейді. Ешқандай айғай-шу болмайды. Ешкім зардап шекпейді. Тизл Рэмбо пышақты тамағына таққанда сезген қорқынышын есіне алады. Сөйтіп ол Траутманға рация арқылы Рэмбомен сөйлесуге мүмкіндік береді. Осы кезде Рэмбо таудан қашуға асықпайды. Ол қабан атып алып, тастанды шахтаға барып паналайды. Сол сәтте рациядан полковниктің дауысы шығып, оны есінен селк еткізеді. Траутман екеуінің арасындағы байланысқа үміт артып, оны берілуге шақырады. Маған рұқсат ет, сол жерден аман алып шығайын дейді. Бірақ Рэмбо бас тартады. Бәрі жақсы болар еді, егер ол сасық шериф болмаса, мен тек тамақ алғым келді дейді. Ол шерифтің бірінші болып қару қолданғанын, бірінші қан төккенін айтып ашуланады. Олар бірінші қан төкті, мен емес дейді. Ол полковникке взводындағы тірі қалған жалғыз жауынгер екенін еске алады. Оның жоғалтатын ештеңесі қалмаған. Бейкер тобы бәрі өлді, мен ғана қалдым дейді. Осы сөздерден кейін ол рацияны өшіреді. Траутманның ескертуі ешкімге жетпейді. Ал шериф Тизл өзінің жеңімпаз сезінеді. Ол Рэмбоның рация арқылы сөйлескен пайдаланып, оның орнын анықтап үлгерген еді. Координаттарға сүйеніп, ұстау тобы ескі кеніштің кіреберісін тез табады. Бірақ Рэмбо мұны алдын ала болжаған.
Ол жақын жердегі өзенге жасырынған болатын. Айнала тынышталған соң ол суда қалқып шығып, орманға сіңіп кетеді. Орманнан қашып бара жатқанда ол аңға шыққан кішкентай балаға тап болады. Балада мылтық бар. Рэмбо оны жарақаттамай қаруын тартып алады. Бала айғайлап әкесіне қарай қашады. Айғай жақын маңдағы әскерилер мен полицияның назарын өзіне аудартады. Олар Рэмбоны өткен түні паналаған сол кенішке дейін қайта қолайды. Мұны естіген Тизл тікұшаққа мініп, оны тірідей ұстандар, атуға болмайды деп бұйрық береді. Өлі күйінде қаламаймын, тірідей керек дейді. Алайда ұлттық гвардияның офицері бұл бұйрықты елемейді. Кеніш ішінде атыс басталады. Бірақ Рэмбо секілді жауынгерге қарсы олар бірден әлсіздік танытады. Мен бұл жұмысты жартылай істеймін ғой, өлу үшін келген жоқпын дейді. Дөрекі күштің пайдасы жоқ екенін түсінген сарбаздар ауыр шараға көшеді. Олар граната атқышпен әкеліп, кеніштің аузына дәл атады. Сырттағы бәрі Рэмбо өлді деп ойлайды. Тизл тікұшақпен келіп, сарбаздарын қирандылардың үстіне топтасып суретке түсіп жатқан көріп, ашуға булығады. Не істеп жүрсіңдер? Бұл цирк пе? Жоғалыңдар мұнда дейді. Ол кенішті тазалап, Рэмбоның денесін табуды талап етеді. Сосын Траутманға езеуреп, айтпап па едің, бұл сен жаттықтырған ең мықты солдат па дейді. Рэмбоның даңқы мен дағдыларын мысқылдайды. Жә, бір өкініші оны тірідей ұстап, азаптай алмағаны. Ол полиция офицерін өлтірді. Сендер барлығынды өлтіріп үлгермегеніне шүкір қылыңдар дейді. Ұлттық гвардия қауіп жойылды деп ойлап, жабдықтарын жинап кете бастайды. Бірақ Траутман кетпейді. Оның түйсігі бұл істің бітпеген сезеді. Ол дұрыс сезді. Ракета атылмай тұрып ақ Рэмбо қауіп төнген байқап, кеніштің тереңіне кіріп кеткен еді. Тесіктер тарылып, жол қиындай түседі. Ақыры ол сыртқа шығатын жол табады. Тау жолының үстінен Рэмбо ұлттық гвардияның колоннасын көріп, дәл сәтті аңдып, жүк көлігінің брезентіне секіріп түседі. Ол жүргізушіні көліктен түсіріп, машинаны айдап әкетеді. Жүргізушіні кейін өтпелі полиция көлігі алып кетеді. Жаңалық лезде тарайды. Рэмбо тірі қашып жүр дейді. Кек пен ашуға булыққан Рэмбо таулардан шығып, қалаға торға тартады. Бір қуғындаушы полиция көлігін жолдан шығарып тастайды. Бекеттегі жол тосқауылының қиратып өтіп, қараңғылықта Хоуп қаласына кіреді. Полиция бөлімшесіне тікелей шабуыл жасаудың ақымақты екенін түсінген ол, алдымен назарды басқа жаққа бұруға шешім қабылдайды. Ол жанармай бекетін жарып, бірнеше ғимаратты өртейді. Қала дүрлігіп жатқанда Рэмбо М60 мылтығымен электр торабына оқ жаудырып, бүкіл қаланы қараңғыға көмеді. Тизл шошып, енді ғана Траутманның ескертулері шын болған түсінеді. Шериф ғимараттың төбесіне мылтықпен шығады. Ал Рэмбо қара түнекте көрінбей жылжып, жол жиегіндегі шамдарды атып, тағы да қараңғылыққа жасырынуды жалғастырады. Сосын полиция бөлімшесінің тура қарсаңындағы қару-жарақ дүкенін бұзып кіріп, жарылғыш заттар мен оқ-дәрілерді үйіп, оларды өртейді. Бұл Тизлді төбеден қарап қоюға итермелейді. Рэмбо бөлімшеге жақындап, оқ жаудыра бастайды. Тизл шатырда тығылып, көлеңке көрінген сайын оқ атады, бірақ дәлдей алмайды. Бір сәттен кейін төменнен төбеге оқ өтеді. Рэмбоның оғынан жараланған Тизл құлап түседі. Рэмбо соңғы соққыны жасамақ болғанда Траутман пайда болады. Болды, тоқта дейді. Рэмбо ашумен дірілдеп, ештеңе бітпеді деп айғайлайды. Ол ел үшін соғысты, бірақ елі оны тастап кетті. Үйіне оралғанда халық оларды қаптаған қанішерлер деп көрді. Рэмбо М60-ты жерге тастап, бетін қолмен басып, жылап жібереді. Осыдан кейін жылдар бойы ішіне сақтаған оқиғаларын айтып береді. Сонда ғана Траутман Рэмбоның қаншалықты күйреген күйде екенін көреді. Ерні дірілдеп, жай ғана алға қарай жүреді. Соңғы сәтте Рэмбо барлық қарсылығын жоғалтып, Траутманның құшағына құлайды беріледі. Полковник оны бөлімшеден шығарып, федералды агенттерге тапсырады. Тизл болса ауыр жаралы күйде жедел жәрдемге тиеледі.